Ей, сен Балтабайдың қатынысың ба? Иә. Балтабай қайда? 3 жыл болды, вахтада ғой. Вахтада жүр ма? Балтабай кәрі ғой, өзің жапжасың. Малына қызығып дейдің ба, білмеймін неге өйткеніңді. Бойдағы жігіттер көп еді ғой қоныста. Көтің әдемі екен. Балтабай жоқ болса да көтті өсіріпсің, базар жоқ. Тұрсынбектікі дұрыс емес қой мынау. Онда мен қамыр ауқат істеймін бүгінге. Қамыр ауқат па? Сөйтші. Түнге бірдеңе бар ма? Құршыт жынды. Не бар түнге? Онда мен тағы бір подкаст іздеп көрейін. Көр подкастыңды. Ой, гигабайт бітіп қапты ғой мияқта. Wi-Fi қосып қойдым. Шешеңді сайын басы қайға баратсың сен? Туалетке баратырмын, папа, ішім ауырып тұр. Үйдің туалеттен шықпа, шешеңді сайын толтыра саған канализацияны. Бар жоқ бол бар далаға шығып барын. Папа, далада қар жауып отыр ғой, салқын ғой, сосын мен қорқам далада. Шешеңді сака басың жарты ме? Бар да даладағы туалетке шық. Мен дейтін 70 жыл өмір сүрсем, 60 жыл даладағы туалетке шыққан. Бар кет жоқ бол. Папа, сен 30-дасың ғой. Үйдің туалетінен шықсы келеді әйтеуір шешеңді сайын бәрі. Қатын мен туалетке кіріп шығайын. Даланың туалетіне бар. Шissылайын, менен аяйсың ба туалет? Бля, бумага жоқ. Папа, бумага. Бля, көтім том қалды. Папа, бумага. Әй, не істеп жатсың құрса, ана баланы барып қарашеші, туалетке кеткені. 1 сағат болды ғой, әлі келмеді ғой. Шешең тісілайын балалары, әлсіз кірін, жатқызбадыңдар ғой. Мына шешең тісілайын баласы қайық етіп қалды. Туалетке түсіп кеткен жоқ па? Шешең тісілайын, саған не оған? Бля, боғым қатық болды. Шешең тісілайын да, слабыйсыңдар ена. Күреге, көтіңе ыстық су құямыз. Отыр рөлге, айда үйренесің. Кілт сал машинаны. Оталдар. Бірге салып. Муфтыны басып тұр, газды. Жай бас. Муфтыны жібер, газ бар. Айуан, ұры өлтірім қазір бар ғой, айдамаса ұры өлтірім. Айдамайын, папа, қойшы. Бергел дейме. Айда үйренесің, айуан бергесі. Мен жетпесем де тас жетеді қазір. Болы отыр, жаның барында. Газ жай бас. Муфтыны жай жіберді, газ жай бас. Муфтыны жай жібересі, газ бас. Машина емейді, нағашыларына тартқан. Құры бар ел. Машина енді айдайым демей. Қалай болады екен? Ой, жаным, қош келдіңіздер. Балаңыз 1 секунд екен. Қазір машина айдайсың, бум-бум айдайсың, машина айдап үйретеміз. Шықыланып қалған роднойың. Өз сынып тұрған. Малсың ба, сындырдың? Не алдың еді? Мынау жылы жел ұрмай қалды. Не алдың еді? Бергел. Не ну? Люстра ма? Люстра болған бұрын. Мал? Не істеуірсің? Мынадан қазының дауысы шығады екен да. Бір жерде өлі холодильник. Неғып ашып жатсың абойды? Көрейін қалыңды. Мал? Мекімен түсік жойын жатсың ба? Аузың сасиды отсың? Let's go, bitch, I'm a Не іздеп жатсың? Бір жұмыртқам жоқ. Жота жағына шық кетуші еді. Ода да жоқ. Нешеу еді өзі, үшеу ме? Екеу қойған. Жүре берші бір жұмыртқамен. Бәу қалай жүрсің, бұлпылдаққан өсіді. Жүре алмайсың бе? Батиялардың әңгімесі. Тұр! Есің алдын, КамАЗбен тасып жүріп жатырмын, үйдің алдын бұзып 2 бөлмесін қосам шей. Тұр деймін. Қуаныш папа, ертең істекші бол. Күнде жұмыс істей бермей ұйықтайықшы. Кем ал, сұғыл. Мына бір бәлелерге кіріп кетті ғой, мынау дүйсенге звондай қойын. Ой, папа, қайта көрсете берем ба? WhatsApp-қа кресті бүт звондай саласың міне. Айқайламай жоқ, тұғайын. Бір ұрса бересің, айқайлап бірдеңе болса. Ұргеттар. Дүйсен қалай? Бұлар білмеймін бұлар ертең кім болады шешесі. Сал бұрап, шіләңгі ұқсап жүр қойды. Біздің кезімізде поляға шығып мал бағып таңнан кешкен, оны істесе өліп қалатын жар бұлар шешесі. Жақсы көрем ғой. Бол папа, демалсаң. Қанатқа звонда бір жартысын алып келем. Я, бәрін еттен папа, я сіз жатып ұйықтай тұрыңыз. Антымақ? Ау, Шақыр мамаңды.
Шақырмайсыңдар ғой сендер. Шақырмай күйдіресіңдер ғой. Ой, сенің чорт братаның. 2500-ден сапалақ жеп қалыпсың ғой сен? Сапалақ жеген. Жеп қалдым конкретно бүйтіп әңгіме айтып тұрмын. Бүйтіп қарақ қойым, нечайно шақ етіп бөрт. 15 баласы тұр, просто ұрайын десем. Кешкісін үйіне барып едім, братанымен шықты да, тағы сапалақ жеп қалдым ана жерде. Сөйтіп байтақ айтты заттарды жинап ауылдан көшіп кеттік. Інім двордың алдына шығып келе жатамын ғой. Үш здоровый мужик тұр екен. Бергеш дейді. Ей, в смысле бергеш деп қасына бардым да, портмені, телефон, ақша бәрін бердім де. Не алды деп кетіп қаласың ғой. Жаман қыға. Еске айтып салсың. Үндемей қалды. Дәң кетті. Беті ішіне кіріп кеткен ғой. Жаман ұрып жатыр екенсің да. Жоқ, менің бетім кіріп кетті ғой. Врачтар екі жағымнан қысып бетімді әрең шығарып алды. Бір ай, 1,5 ай ма, 3 жылдай ма жаттым. Сен ана 2500 қайраттан жеңіліп қалыпсың ғой разында. Жеңіліп қалдым. Бүкіл ауыл айтып беріп отыр маған. Жоқ, просто мен төбелесейін десең, шын ертең ағасын шақырып келеді, артынан батясы келеді, артынан атасы келеді, үлкен кісілерді әуре қылмайын дедім.